Ассалаумағалейкум, құрметті Ойлан Қазақ арнасының көрермендері, сіздермен жас ағартушы мен Ернар Маратбек Оспабек. Құрметті қандастар, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Өйткені бүгінгі видеода мен сіздерге отандық аяқ киім өндірісінің дүкеніне келіп отырмыз. Жалпы бұл Самғау деген бренд. Самғау деген ағамыз өзі етікші, осы брендтің негізін қалаушы. Осы етіктердің барлығын цехында өндіріп жатыр. Яғни барлығы отандық аяқ киім. Мына жерде тұрған міне брендтің логотипі. Осы жерде дүкен. Бұл Астана қаласында Қасым Аманжолов көшесі 24 мекенжайында орналасқан дүкен. Енді қазір мен осы жерге келіп ағамыздың інісімен, қасында шәкірті деп айтсақ болады, сұхбат жасадым. Және аяқ киімдердің бағаларының бір бақылап көріп шықтық. Және олардың бағасының неге Қытайдың, Түркияның аяқ киімдерімен салыстырғанда әлде кішкене жоғарылау болып жатқанын, және бізде өндірістің неге дамымай жатқандығын талдап, талқылап, сөйлесіп көрдік. Енді құрметті қандастар, барлықтарыңызды ойлануға шақырамыз. Жалпы дүкенге келіп жатқан адамдардың көбісінің айтатыны, ол араларымыздағы өзіміздің қазақтар неге қымбат деген әңгімені айтады. Неге қымбат дегенде оны сіздерге түсіндіріп өтейік. Жалпы кез келген мемлекет өзі индустриялық даму барысында бірінші білім ғылымды алып, әрбір салада өндірісті дамытады. Және сол өндірісті дамытқаннан кейін ол бір ғана өндіріс болмайды. Мәселен, біз осыған дейін ауыл шаруашылығын дамыттық. Енді ауыл шаруашылығында айтатын болсақ, мал шаруашылығы. Мал шаруашылығының оның өнімдері болады. Оның ішінде, мәселен, көңі, жүні, терісі болады. Енді ол бірден аяқ киімге айнала ма? Әлбетте олай болмайды. Ол бірінші өңдеуден өтеді. Яғни, мәселен, дәл аяқ киімге қатысты айтатын болсақ, тері, малдың терісі. Ол бірінші тері өңдеуден өтеді. Яғни, оны кәдімгі тері өңдеушілер жақсылап өңдеп алады. Одан соң барып, оны осы етікті тігетін ағаларымызға жібереді. Және оны жібергенде де оны жай ғана тері күйінде жібермейді, оны бояп, барлығын дайындап жіберу керек. Дәл қазір мына аяқ киімдердің бағаларына не әсер етіп тұр дейтін болсаңыздар, міне қараңыздар, машалла, жалпы көздің жауын алатын өте әдемі аяқ киімдер шығып жатыр. Бұл бағаға әсер ететін, мәселен, мына бір аяқ киімді алатын болсақ, оның біріншіден терісі бар. Одан соң мына жерде міне табаны бар, бауы бар, және ішінде клейі бар. Осындай әртүрлі құрамдас бөліктерден құралады. Енді аяқ киімнің бағасына соның шикізаттары тікелей әсер етеді. Енді дәл қазір айтатын болсақ, мына теріні, мәселен, бізде екі жерден алып жатыр екен. Но бірақ бауды Өзбекстаннан алдырады, табанды Түркиядан алдырады. Терінің өзі Қазақстанның ішінде конкуренция өте аз болғандықтан, яғни бірнеше ғана жерде өңделіп шығып жатқандықтан, олардың бағасы тиісінше қымбат болып келеді. Ал бұл кісілерге оны арзан алу үшін біздің Қазақстанда тері өңдеушілердің саны өте көп болу керек. Сол кезде олар өзара бәсекеге түседі де, бұл кісілерге тиісінше өздерінің терілерін өткізу үшін олар бағаны арзандатады. Яғни нарықтың заңдылығы сондай, қандай да бір өндіріс дамыған кезде олар бір-бірімен бәсекеге түседі де, олардың бағасы арзандайды. Міне дәл сол процесс жүзеге асатын болса, ол тек қана теріде емес, бау өндірушілер көбею керек. Бау өндірушілер көбейген кезде тиісінше олар бір-бірімен бәсекеге түседі де, бұл ағаларымызға дәл сол бау арзанға түсетін болады. Яғни алған кезде. Және дәл сол сияқты мына табандарды да өндіретін адамдар болатын болса Қазақстанда, өзіміздің қандастарымыз, тиісінше олар бір-бірімен бәсекеге түсіп, бұл кісілерге тағы да ол арзанға түседі. Яғни, мысалы, бір аяқ киімнің бағасы 20 мың теңге болатын болса, оның өзіндік құны дүкенге келгенге дейін 15 мың болады. Ал 15 мың теңгенің, мәселен, 3 мыңы тері, 2 мыңы бау, және соның ішінде сонымен қатар табаны 4 мың теңге дейтін болсақ, оның әрбір, яғни құрамдас бөліктері жаңағыдай бәсеке көбейген кезде
арзанға түседі. Тиісінше 15 мыңның аяқ киімі бізге әрқайсысы бір 500-ге 1000 теңгеге арзандаған кезде табаны 500 теңгеге арзандайды. Мәселен, бау тағы да солай 500 теңгеге арзандайды. Тері 1000 теңгеге арзандайды. Сол кезде жалпы баға ол 15 мың емес, 12 мың, 11 мың сондай баға арзандайды. Ал енді дүкенде сатылып тұрғанға келетін болсақ, дүкен тағы да арендасы бар, сонымен қатар сатушылардың жалақысы бар, солардың барлығы тағы да қосылады. Енді тиісінше олардың барлығы арзандаған кезде, сол кезде ғана барып аяқ киімнің бағасы арзандайтын болады, құрметті қандастар. Енді сол үшін бізге бұндай аяқ киімдердің, міне қараңыздар, машалла өте керемет, отандық өндірісті қолдап біріншіден келіп, осы жерге осы аяқ киімдерді алыңыздар. Және бұлардың бағасы неге қымбат болғанын қазір сіздерге түсіндіріп өттік. Енді ол арзандауы үшін тиісінше біз жаңағы тері өндірісін, бау өндірісін, сонымен қатар табандардың өндірісін дамытуымыз керек. Және тағы бір айта кететін жайт, оны тігетін тігіншілердің олар да өздері егер нарықта аз болатын болса, өздерінің еңбек ақысын жоғары сұрайды. Оны арзандату үшін тағы да тігіншілер көбею керек. Бір сөзбен айтқанда, мамандар көбею керек және өндіріс даму керек. Ал ол даму үшін тиісінше бізде білім бөлісу керек мамандар, және оны оқып, біздегі жұмыссыз жүрген қандастарымыз бір-бірімен бәсекеге түсу арқылы осы түпкі тауарға, яғни конечный продукт дейді ғой орысша, соған арзан шикізаттарды алып келу керек. Міне сонда ғана біздің отандық өндіріс дамиды, отандық тауардың бағасы сонда ғана арзандайды. Ал оның барлығы комплексі түрде дамымаса, онда біздің отандық өндіріс ешқашан көтерілмейді тиісінше. Сол себепті, құрметті қандастар, біздің жалпы ойлангазет.com сайтымызда соған байланысты курстар шығатын болады. Сол курстарды көріңіздер, үйреніңіздер, және біздің отандық шикізатымызды өңдеп, әуелі теріден бастау керек. Өткен қоқыс болып шашылып жатыр. Сол сияқты басқа шикізаттарды көбірек өндіретін болсақ, өзіміз осы ағаларымызға ол арзанға келеді. Тиісінше мына дүкендегі әрбір етіктің, аяқ киімнің бағасы арзан болады. Сонымен, құрметті қандастар, видео ұнаған болса, видеоға лайк басып пікір жаза отырыңыздар, және әрбір қазақ көрсін деген ниетпен бөлісе отырыңыздар. Топтарға, WhatsApp чаттарға таратыңыздар. Және біздің арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ернар Маратбек Олдысбабек. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.